Енді бізде келесі этап сеткісін жасау. Бізде міне сеткісін жалпы бәрін қойып біттігеніз, бізде мына астына қойылатын сеткілердің размері 1:2. Бұл сетка жаңағыда астына жұмыртқа домалап түсу үшін өте ыңғайлы, ал үстіңгі жақтың сеткілері одан кішкене үлкенірек, жаңағы құстардың бастары сыю үшін. Оның размері 2:5. Енді ол сеткілерді қиып алмастан бұрын араларын бірінші алдын ала метрмен өлшеп аламыз. Ішіне жалпы 1 метр ішкі размері 96 болып жатса, оны біз қиямыз 95:5 қылып кесіп аламыз. Қатты притық болып қалса, ішіндегі сеткіміз ойнап кетеді. Сондықтан қатты притық жасамаймыз. Содан соң оларды арнайы жаңағы шуруп, колпачогы бар шуруппен отырғызамыз. Содан кейін бұл сетка мына үстіндегі сетканың үстіндегі жаңағыдай жұмыртқа домалап түсу үшін мына рельс сияқты үстіңгі темірін үстіне қаратамыз, чтобы ана рельс сияқты жұмыртқа бері домалап түсу үшін. Егер ұзыннан болып түседі. Ал егер астындағы сеткісі көлденең түсіп қалса, онда жұмыртқа домалап түсу қиын болып қалады. Сондықтан сеткісін ұзыннан домалап түскенге ыңғайлы болып қойып қою керек. Сонда жұмыртқа астан түскен тез домалап түсетін болады. Содан соң жаңағыдай жұмыртқа құлап кетпес үшін жан жақтарында бекітіп қоямыз. Алдын 3 сантиметр қайырамыз. Қайыру жолдарында көрсететін боламыз. Үлкен мына ең бірінші мына сеткілерді қақпастан бұрын астына тақтайларын қағамыз. Тақтайын, сосын сеткасын, тақтайын, сосын сеткасын солай кезегімен қағып отырған ыңғайлы. Өйткені егер тақтайын қағып тастасаңыз, сеткісін қаға алмай қаласыз. Егер бірінші сеткісін қағып тастасаңыз, тақтайын қаға алмай қаласыз. Сондықтан ең бірінші орнатып отқанда бірінші ең астына тақтайын орнатамыз. Жаңа алдын ала өлшеп алған тақтаймыз. Оларды өлшеместен бұрын ішкі размерін метрмен алып алу керек. Бізде мысалы ішкі размер 96 болса, біз кесеміз 95:5 қылып кесіп аламыз размерін, барлығын размерін. Барлығын заготовкасын жасап аламыз. Сетканың заготовкасын астына салатын жаңағы тақтай рейкалардың астына салатын фанерлар USB солардың размерларын кесіп аламыз да, ретмен қағатын боламыз. Бірінші тақтайын, сосын сеткасын, сосын тақтайын, сосын сеткасын. Сол алдын ала олар жасамас бұрын ең бірінші заготовкаларын жасап алған дұрыс. Сосын мына алдыңғы сеткаларын бір жаңағыдай қаққан кезде қатты дұрыстап тартып қалу керек. Өйткені қойғаннан кейін іші волна болып ойнап кетуі мүмкін. Сосын жаңағы қағып отқанда дұрыстап қарап отыру керек, чтобы ана сетканың жаңағы жұмыртқа домалап түсетін домалап түсу үшін ыңғайлы болып жаңағыдай сетканы дұрыс орналастыруын қадағалап отыру керек. Өйткені бір қате кетіп қалса, сосын қайтадан шашу деген біраз жұмыс болып кетеді. Сондықтан әр затын жасағанда асықпай дұрыстап ретмен жасаған ыңғайлы. Сосын жаңағыдай біздің жұмыртқа домалап түсетін жағы кішкене алға шығып тұрады. Сондықтан соны біз жұмыртқа құлап кетпес үшін алдына 3 сантиметр жаңағы қайырамыз.
жұмыртқаларды домалап келіп сол жерге жинала қоятындай. Оның жаңағыдай қайыру плоскогубцпен немесе қолмен де қайыруға болады, бірақ оны қайырудың жолдарын қазір көрсететін боламыз. Қолмен немесе плоскогубцпен қайырсаңыздар қисық болып шығып қалады, жаңа әдемі болмай қалады. Ал қазір қайыру жолын көрсетеміз. Сол немен жасасаңыздар өте ыңғайлы, тез, сосын ыңғайлы болып шығады. Ал сетканың бір жақ шетін полный USB-мен қағып бекітіп тастаймыз. Ішіндегі жаңа құстардың тышқан бұқтары жан-жағына түсіп, жаңа шашылмас үшін полный бекітіп тастаймыз бір жағын. Оны жаңағы мына тақтайдың сыртынан емес, қағылған тақтайдың іш жағынан ішкі бетіне бекітеміз, ішкі размерін. Оның размері бізде 40-180, яғни біздің жаңағы тақтайдың жаңағы сетканың размері 180 болса, оның размерін 40-180 болып кесіп, общем былай бекітіп тастаймыз. Ал мына екінші жағына тек қана мына жаңағы боқ түсетін жерін ғана жабамыз. Ол жеріне примерно жаңағыдай метрмен өлшеп аламыз. 20-да 40 қылып, 20-да 40 қылып. Сосын сонда жаңағы құстардың тышқан бұқтары ғана түспейді, ал екінші жаңағы бір шетіне сетка тұрады. Ол сеткіге жаңағыдай пайлық тұратын болады. Бірінші сетканы қағып аламыз, сосын үстіне асты жағына тақтай қағып тастайтын боламыз. Мынандай түрде. Сонда астындағы құстардың тышқан бұқтары жан-жағы шашылмайды, ал ана жердегі тұрған сеткіге жаңағы құс балапандар бастары сыяды, сол жерден алып су ішіп, су ішкенге өте ыңғайлы болады. Бұнда алдыңғы жағы сеткісі жаңағы размері 2:5. Алдыңғы жақтарына сетканы жалпы қағып орнатып болғаннан кейін, мына сетканы алдыңғы жақ сеткісін қағып жатқан кезде, мына балапанда тұратын сеткімен үстіне балапандардың жаңағындай үлкен сеткі тұр ғой, соның ортасында 3 сантиметр қашықтық қалдырамыз. 3 сантиметр жұмыртқаның домалап түсуіне ыңғайлы. Және одан көп болып кетсе, балапандар бастарын тығып қысылып қалуы мүмкін, одан аз болып кетеді, жаңағындай жұмыртқа домалап шықпай қалады. Сондықтан екеуінің ара қашықтығы балапандардың жаңағыдай құстардың тұратын астындағы сеткі мен үстінде қағылатын сеткінің екеуінің арасында 3 сантиметр болу керек. Оны өлшеп тұрып қағу керек. Сонда жұмыртқа ыңғайлы домалап түсе қалатын болады. Сосын алты жағына жаңағыдай ячейка қалдырамыз. Ол ячейканың размері 8 клетка қалдырамыз. 8 клеткасын асты жағынан кесіп аламыз. Содан соң тура ортадан 8 клетканы алсақ, 8 клетка ыңғайлы, өзімізге қолымызға ары бері сыйғанға өте ыңғайлы болып келеді. И сол 8 клеткадан үстіне жаңағы клетканың аузын жасау үшін енді оның орнына 10 клетка кесіп аламыз. Мынандай қылып мына. Ар жағында тесігі 8 клетка, ал бізге керек 10 клетка. Сонда ана ашылып жабылатын есік ішіне кіріп кетпейді.
сол жеріне келіп тұра қалатын болады. Ал оның жабылуы, бетіне кормушка қойған кезде ол замок керек емес, ешқандай замок. Просто үстін темірмен байлап қойсаңыздар, бұл жаңағы есік түспейтін болады. Ал жабылуы, алдына кормушка қоямыз. Сол кормушка қойған кезде ол жабылып қалады. Ол еш ашылмайды, ол тек қана жаңағы құстарды алып салған кезде кормушканы алып тастау керек болады. Алып салып, сол кезде жаңағыдай кіріп шыға беретін болады. Ал енді мына алдын қайырғаннан кейін 3 сантиметр қайырып тастаймыз дедік қой, жұмыртқалар жиналатын соның жандарында бөлек кішірек сетка алып, оларды да жауып тастаймыз. Өйткені ең шет жағынан домалап келетқан жаңағы жұмыртқалар сыртқа құлап кетпеу үшін жан жағында айналдырып сеткамен бекітіп тастайтын боламыз. Сонда жұмыртқа ешқайда құламайды, жан жағына түспейді, барлығы ортаға бір жерге жиналатын болады. Қазір сіздерге жаңағыдай қайтып майыстыру керек екен, ыңғайлы майыстыру керек екен көрсететін боламыз. Алдын ала осындай ағаш, 1 метрлік ағаш дайындап аламыз. Үстіне де 1 метрлік ағаш қойса да болады. Менде мұнда ағаштар, қалдық ағаштар болғаннан кейін 2-3-ке бөліп қойып жатырмын. Негізі біркелкі ұзын астына да үстіне де бірдей қылып ағаш қойса болады. Содан соң тура 3 сантиметр өлшеп аламыз да, тура сол 3 сантиметрден астына да үстіне де шуруппен қыстырып тастаймыз. Екі жағынан қысып тұратын болады. Енді өсіп қысып тастағаннан кейін кемін еркін ананы бітіп майыстыра берсе болады. Осылай майыстырсаңыздар тегіз, біркелкі және әдемі болып шығатын болады. Қолмен немесе басқа плоскоос, басқа тағы да басқа заттармен майыстырғаннан қарағанда осылай тез және әдемі болып шыға келеді. Болғаннан кейін қайта шуруптарымызды шешіп алып тастай саламыз. Сосын жаңағыдай кішірек темір кесіп алып, жаңағыдай осы сетканың қалдықтарын кесіп алып, жан жақтарын бекіте қоямыз. Міне осындай болып қайырылып шықты. Енді осы жақтарын бүйтіп düz саламыз. Міне. Сонда мына барлығы біркелкі болып қайырылып шығатын болады. Егер бөлек-бөлек плоскоуспен немесе қолмен бөлек-бөлек бүйтіп қайыруға да болады. Онда бірақ біркелкі болмайды, бүйтіп ойнап әдемі болмай қалады. Немесе жаңағыдай қисық болып қалатын болады. Ал мынау өзі біркелкі әдемі болып шыға келеді мынадан. Болды, енді қазір жаңағы қысқа мынандай сеткамен жанын екі жақ шетін былайынан бекітіп шығатын боламыз. Және кормушканы біз мынандай үлкен профильді алдық. Үлкен профиль, жаңағы межкомнатный бөлетін профильдер үлкен. Соны 1 метр қылып кесіп алдық, арасына өлшеп. Сосын мына екі жақ шеттерін ішіне арғай түс кетпеу үшін шуруппен ағаш отырғызып қойдық мына ішіне. Ішіне мына жем салған кезде жан жақтарына шығып кетпеу үшін. Мына жақ тесігін
бекіте саламыз. Ағашпен бір затпен шуруппен бой отырғызып, мына тесігін бекітіп қоя салатын боламыз. Сосын мына жақ бір жақ шетіне мынандай темірден ілгек жасап қоямыз. Мынандай астынан қазір бұны мына сеткаға ілген кезде мына ілініп тұрады да, мына есігін жоқ болатын болады. Міне осылай болатын болады. Ары жақтан есік ашылмайды, ыңғайлы болып тұрады. Барлығы осы 5 қабатында осылайынан жасап шығатын боламыз. Енді осыдан бөлек айттық, астына біз боғы түседі дедік қой. Енді осы боғы түсетін біз мынандай ДВП-дан мынандай кесіп алдық. Мынаның размері негізі былай, біз айттық қой, мынаның 96 ішкі размері 96 дедік қой. 95,5 қылып емін-еркін кіріп шығатын 95,5-да былай енінен іші 50 болса, бізге мына ішкі қабатынан арт жағынан кемінде бір 3 сантиметрдей шығып тұратындай. Неге? Өйткені мына бөлінен шыққан боқтары сыртқа қарай кетіп қалмау үшін кемінде бір 2-3 сантиметрдей сыртқа шығып тұру керек. Және алдына мына тышқан боқтары кейде может домалап алды қарай түсіп кетуі мүмкін. Өйткені алдында мына жерден тышқан боғы домалап түссе, кормушкаға түсіп кететін болады. Сондықтан кормушканы жауып тұру үшін бізге кемінде 62 сантиметр қылып жаңағы фанерімізді ДВП-ны кесіп алдық. Сонда бізде қазір 96-да 95,5-да 62 қылып кесуге де болады, үлкен қылып. Бірақ оны алып салған бізге ыңғайсыз болғандықтан біз енді 2-ге бөле салдық. Бізге 95 емес, 55-те 55 қылып соны кесіп ала салдық, өзімізге ыңғайлы болу үшін. Оны 2 бөліп саламыз. Осылай тұрады. Сонда бізге жаңағы алып тазалағанға ыңғайлы болатын болады. Егер үлкен қылыпта целый бір неден жасай салуға болады, бірақ оны бүйтіп алып салған кішкене ыңғайсыз болады екен. Үлкен, оны алып төгіп тазалағанда ыңғайсыз болады. Сондықтан біз 2-ге бөліп қоя салдық осылайынан. Сосын алып тазалағанға ыңғайлы. Жаңағы айтқан міне алдын ала мына жақта мына бір 4 саусақтың размерінде былай шығарып қоямыз. Сонда бұл мына жақтан шыққан боқтары балапанда мына астында тұрған кормушкаға түспейтін болады. Және арт жағынан да міне 2-3 сантиметр шығып тұрады осы жерден. Мыналардың шыққан боқтары былай қарай түсіп, арт жағына түспейтін болады. Барлығы осы жиналып тұрады осы жерде. Өстіп барлығына қойып шығатын боламыз. Бұл жаңағы боқтарын алып тазалағанға өте ыңғайлы. Енді мынау көп шыдамайды. Беті жылтырып бір тазалап тастағанға бір 2 айға ма 3-4 айға ма шыдауы мүмкін. Енді сондықтан бұның бетін бір қабат краскілеп жіберуге де болады. Краскамен 2 қабат 3 қабат краскілеп жіберсе ұзақ пайдалануға болады. Немесе жаңағыдай салафанды жаңағы степлермен отырғызып, жаңағы салафанды қатты тартып отырғызып, салафан жауып тастаса да ұзақ уақытқа пайдалануға болады. Ал жалпы өзі бір 2-3 ай пайдаланғаннан кейін ол ескіріп жарамсыз болып қалады. Сондықтан бетін краскілеп жіберіп, немесе салафан қағып жіберсеңіздер ұзақ қолдануға келеді. Ал енді бізде осының барын жасап болғаннан кейін бізде тек қана поилка су жүйесі ғана қалады. Енді су жүйесін көрсететін боламыз сіздерге.